Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үлпілдеген бауырсақтар дайындайтын боламыз. Ал достар, бауырсағымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге ашытқы, тұз, қант, сармай және 2 жұмыртқа, жылы сүт және жылы су. Одан басқа ұн керек. Грамдарын видеоның астына жазып қойдым, міндетті түрде сол жерден қарап алыңыз. Ыдысқа жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін жылы суымызды, оның үстіне қант және ашытқыны саламыз. Көбіктеніп шапка пайда болғанша күтеміз, ол 5-7 минут уақыт алады. Сармайымызды құямыз, ол міндетті түрде суыған болу керек. Одан кейін жұмыртқаларды саламыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Одан кейін тұзды қосамыз. Ұнды електен өткізіп, барлығын араластырамыз. Маған венчикпен араластырған ыңғайлы. Венчикпен осылай қою болғанға дейін араластырып аламын. Қою болған кезде қолыммен жақсылап қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз осындай өте жұмсақ, қолға жабыспайтын болу керек. Енді қамырымыздың үстін пленкамен немесе крышкамен жауып қоямыз. Және жылы жерге қоямыз. Ал сіздерге бір лайфхак айтайын, раковинаға осылай ыстық суды толтырып ыдыс салып қойсаңыз, әлде қайда қамырыңыз тез ашиды. 40 минут өтті, мінекей, менің қамырым дайын болды. Енді қамырды жаятын боламыз. Ол үшін ұнды кішкене себелеп, қамырдың үстіне қамырды басып алмауымыз керек. 2-3 рет оқтаумен жүргізіп өтіп, осылай жаямыз. Енді өзіңіз қалаған формаға кесіп аласыз. Мен дөңгелек осылай кесіп алып, бетін жауып қоямын 5 минутқа. Табанның 1/3-іне осылай күнбағыс майын құйып аламыз. Маңыздысы май бауырсақты жауып тұру керек. Оттың қызуы бауырсақты пісіру барысында маңызды, біркелкі болу керек. Міне осылай бауырсақтарды қызған майға саламыз. Бауырсақ көтерілген кезде келесі бетіне аударамыз. Осылай қызарып, жұмсақ болып пісу керек. Мінекей, бауырсақтарымыз өте жақсы көтерілген, өте жұмсақ. Қарасаң, жегің кеп тұрады. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.